Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы while циклі. While циклі программалауда белгілі бір шарт ақиқат true болып тұрғанша қайталанып орындалатын цикл түрі. Яғни, шарт дұрыс болса код қайталана береді. Шарт жалған false болғанда цикл тоқтайды. Бұл бізде shell беті. Енді жаңа кодты жазу үшін файл, жаңа бет. Ашып алғаннан кейін кодымызды жазамыз. Кодымызды жазып болғаннан кейін run батырмасын басып және де сақтап аламыз. Мінекей, бізде сәлем сөзі экранда 5 рет пайда болды. Сонымен қатар, берілген циклды басқаша құруға да болады. Санауышқа бірден қажетті итерация санын жазып, циклдің әрбір интеграциясы орындалғаннан кейін санауыш мәнін бірге кемітуге болады. Бұл жағдайда цикл санауыш мәні 0-ге тең болғанда аяқталады. Мінекей, дәл осылай сәлем сөзін экранға 5 рет шығаруға болады. Оқушылар, енді сіздермен екінші мысалды қарастырып өтейік. 1 қосылған 2, қосылған 3, қосылған 4, яғни n-ға дейінгі сандардың қосындысын есептейтін программа жазуымыз керек. Бұл жерде екінші мысалдың блок сызбасы берілген. Екінші мысалдың кодын Python'да жазып, нәтижесін шығарып көрейік. Программа коды дайын болды. Енді run батырмасын басып, сақтап аламыз. Және де бізге нәтижесін шығарып берді. Бұл жерде 1-ден 10-ға дейінгі сандардың қосындысы 55 деп шығарып берді. Біз бұл жерде тек қана 10 мен тоқтап қалмаймыз. Кез келген санды енгізсек болады. Яғни біз бұл жерге int input деп жазамыз және консольдан енгіземіз. Бұл жерге мысалға бізге 100-ге дейінгі аралықтағы сандардың қосындысы керек деп берсек, мына жерде 5050 шықты нәтижесі. Оқушылар, келесі енді сіздермен мына тапсырманы орындап көрейік. Берілген программа фрагментіндегі цикл денесі қанша рет орындалатынын анықтауымыз керек. Яғни бізге бұны анықтау үшін ең алдымен кодты жазып тексеріп алу керек. Кодымыз дайын болды, енді тексеріп көреміз. Мінекей оқушылар, бізде кодтың нәтижесі осылай шықты. Оқушылар, бүгінгі тақырып бізде while циклі болды. Осы видео сабақта қолданылған мысалдарды өздеріңіз практика жүзінде қолданып көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.